Қақырықты түсіретін, тыныс жолдарын ашатын, жөтелді қойдыратын 3 әдіспен бөлісетін боламын. Бірінші жол бізге сәбіз керек болады. Сәбізімізді ашып, турап, ыдысымызға саламыз. Ыдысымыздың үстіне кішкене су құямыз, аздап отқа қойып қайнататын боламыз. Піскен соң, кішкене суыған соң, осында блендерімізге салып, үстіне 2 ас қасық балымызды қосамыз. Балымыз табиғи болған дұрыс. Осыны пюре қылатын боламыз. Күніне 2 рет 2 шай қасықтан қабылдаймыз. Сәбіздің қайнатпасы жөтелді емдеп, қақырықтың оңай түсуіне септігін тигізеді. Осындай агушаны ыдысына салып, балдарымызға қызықты етіп ұсынсақ болады. Екінші жолы бізге пияз керек болады. 2-3 дана пиязымызды қабығын ашып, тазартып, тураймыз, майдалап, ұсақтап. Пияз бізде микроб пен бактерияны жояды, ол қақырықты жібітіп, сыртқа шығуын ықпал етеді. Осындай ыдысымызға салып, 2 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қанттың орнына бал қоссаңыздар да болады. Осымен 6 сағатқа бетін жауып, басқа жерге қоя тұрамыз. 6 сағат өткен соң өзінің пайдалы ферменттерін бөліп шығады. Міне осыны сироп пайда болып шығу керек. Осыны ыдысымызға, құтымызға құйып, балдарымызға тәтті сироп деп берсек болады. Үшінші жолы бізге редька керек болады. Редькамызды жуып, астын кесіп тастаймыз. Үстінде кесіп, алып қоямыз. Бір шетке пышақтың көмегімен ішін оятын боламыз. Ішін ойып болған соң, ары қарай ас қасықтың көмегімен тереңірек ойып аламыз. Ішіне біз таза табиғи бал құятын боламыз. Редьканың тағы екінші түрі бар, қара редька дейді. Оның емдік қасиеті өте керемет. Тапсаңыздар, сол қара редьканы қолдансаңыздар болады. Ішіне балымызды құйып, бетін жауып, бір түнге қалдырамыз. Ертесіне бізде осында соғы бөлініп шығады. Осыны бір шай қасықтан кішкентайларға, үлкендерге бір ас қасықтан қолданамыз. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар.